Раунд басталды. Біріншіден ішке жасалған соққыдан бастады. Ескараев. Сәл бой ұзындау. Дәл осы ұзындықты қолданады ма екен қазір. Ескараевтың жасы да үлкен сияқты да, мен қателеспесем. 4 жас үлкен, бірақ опыты да керемет айырмашылық емес. Аяқ қолы да ұзынырақ. 70 килограммға Ескараев кішкене бой ұзындау деп ойлаймын, кімге қарағанда. Жәнібек ұлына қарағанда. Жәнібек ұлы 70 килограммда дебюті ма бұның? Бұл алғашқы жекпе-жек. Бұған дейін жартылай жеңіл салмақта өнер көрсеткен Николай Самусов қарсы NFC чемпиондық атағын сарапқа салу керек еді. Асыға күткен жекпе-жек өкінішке орай болған жоқ. Сол себепті міне салмақ қуу рәсімі қиындай бастағаннан кейін Қаныбек 70 келі салмаққа көтерілу жөн санаған екен, және дәл осы жеңіл салмақта Ескараев қарсы алатын болады қырғыз спортшысын. Ескараев соңғы жекпе-жектерін әдемі өткізіп келе жатыр. Енді осы жекпе-жекте де жақсы бастады. Ішке теуіп аяқпен көп жұмыс істеп жатыр екі спортшы. Жәнібек ұлы өзіне кішкене сенімді жұмыс істеп жатыр. Әзірше өте сақ екі спортшы, не бар, 1,5 минут өтті. Қаныбектің қандай тактика ұстанған әзірше түсінген жоқпын, ал Ескараев асығар емес. Күреске келетін болсақ, бұл жерде шын керек қай спортшыда басымдылық болатын дәл айту қиын. Екеуі де өте жақсы күресе алатын спортшылар. Бірақ Ескараевтың соңғы жекпе-жектерін көретін болсақ, күрес деңгейін біраз көтеріп алған байқауға болады. Қолдан ұстап тұрып салып жетті соққыны қазір Қаныбек. Өте жақсы. Жақын арашықта тұрып соққы алмасудан бас тартар емес екеуі де. Көріп тұр бұл соққылардың барлығын. Ескараев өте салқынғанды. Алданып қалды бұл жерде. Нағыз классика ғой, қолмен соққын көрсетіп бірден аяққа кіріп кетті бірден. Бой алданып қалады деп ойлаған Жәнібек ұлы. Осы раундты бітіретін болса, бірінші раундты толығымен өзіне жасып кетуі мүмкін. Олжастың тактикасы осы болу керек, мен ойымша. Қарсыласына біраз жүріп алуға мүмкіншілік беру, кішкене дем алып, босаңсытып алып, ыңғайлы сәтті таңдап, тейкдаун жасап кету. Енді дәл осы нәтижелі тейкдаунды өзінің логикалық соңына дейін жеткізу керек. Кем дегенде жерде ұстап қалу керек. Жәнібек ұлы қазақ ММА-сында жақсы аты шыққан. Біздің қаншама жауынгерлермен төбелестік деуге болады. NFC аясында да бұл жігітті жиі көретінбіз. Сондықтан аралас жекпе-жекті бұрыннан бері қарап жүрген жұртқа таныстырудың да керегі жоқ. Ал егер Қаныбек жайлы бірінші рет естіп жатсаңыздар, онда таныспаңыздар. Өзінің онда жердегі рекордына қарамастан бұл спортшы өте тәжірибелі және осал жігіттердің қатарына жатқызуға болмайды. Бұл қарсылас талдамай барлығымен қолғап түйістіре берген, дайындыққа қарамай, ең алдымен қолғап түйістіре бергеннен кесір деуге де болатын шығар. Өте жақсы. Қазір Ескараев керемет қысым көрсетіп отыр партерде, және барынша қазір ұстап қалуға тырысатын болады, еш қорықпай. Партерге барып отыр. Ескараев тұрғызып алды қарсыласын. Қаныбек қазір тейкдаунмен жауап береді ме екен бұл жерде? Жоқ. Концовканы Ескараев бұл раундты ұтып атқан сияқты. Концовканы да енді беріп қоймау керек. Спортшылар көбінесе соңғы сәттерде босаңсып қалады ғой. Сондай бір қасиеттері бар. Міне енді аяқталды. Осымен кішкене жүре тұрайын дем алып деген сияқты ойлар туындауы мүмкін. Олжас қолмен жақсы жұмыс істеп отыр. Ішке бір рет жұмыс керек.
Бірінші раунд Олжас. Держал победу решением судей. Турнир состоялся в конце апреля 2021 года, этого года. Что же касается Ханыбека Жаныбекулы, 10 побед, 7 поражений у этого спортсмена. И Да, он свой последний поединок провел в 2020-м. Проиграл от рук Асхата Акимова техническим нокаутом. Да, Каныбек хорошо известен у нас в Казахстане. Очень такой спортсмен зрелищный, бился с очень сильными спортсменами. Кого-то выигрывал, кому-то проигрывал. Но- Более того, он должен был драться за пояс. Ваня, помнишь, против Николая Самусева. Он, к сожалению, не смог выйти на поединок. Да, не смог сделать вес, поэтому и решил перейти на дивизион выше. И теперь он не измучен этой весосгонкой. Думаю, это большой плюс для него, для его карьеры, сохранить Ну, и здоровье. я бы отметил, что уже нет такого преимущества в габаритах, как это было в категории до 65. В легком весе уже нет такого преимущества физических данных. Да, как ты сейчас сказал, преимущество Олжаса сейчас очевидно видны. С легкостью провел тейкдаун, второй тейкдаун. И Без сейчас, я особых думаю, проблем. да, и сейчас будет разбивать, я думаю, своего соперника. Переднюю ногу и смог перевести бой в партер, где и работает сейчас. В гарде наносит удары. Да, при этом Каныбек умудряется огрызаться. Снизу также снизу наносит удары. Каныбек Жаныбекулы. Да, устраивает такие вот дискомфорт Олжасу. Олжасу нужно работать. Свой дебютный поединок Каныбек провел в 2016 году у себя в Кыргызстане на турнире ВЭФ. Также в NFC он проводил несколько поединков на турнире NFC 14 и NFC 15. Оба поединка были против Руслана Селикулова. Да, сейчас такой инцидент произошел. Я думаю, излишняя доброта Олжаса его сейчас подвела. Пропустил ненужный удар. Поэтому нужно быть осторожным. Нужно быть включенным в бою. Да, полностью быть внимательным и сфокусированным. Да, хорошая левая в исполнении Олжаса. Неплохой бокс показывает Олжас. Контролирует дистанцию, встречает. Каныбек пытается достать одним точным ударом своего оппонента. Да, да. О, хороший удар по корпусу в исполнении Олжаса. Он контролирует ситуацию, контролирует бой, видно. Не форсирует события, когда это ему нужно. Где нужно, начинает активничать. 9 побед и 3 поражения за плечами Олжаса Искараева, из которых 2 победы нокаутом, 3 победы болевым приемом и 4 победы решением судей. Свой дебютный поединок Олжас провел в 2014 году на турнире Алаш Прайд Селекшн под номером 14. Выступал также на турнирах Алаш Прайд, ACB, Fight Nights, Бушидо. И теперь уже выступает на турнирах Найзап Один Championship. Да, я думаю, это хорошее приобретение для лиги. Ох, разножка в исполнении Каныбека. Начинает работать. Более агрессивно, более динамично стал работать боец из Кыргызстана. Да, последнюю минуту это точно. Активничать начал. Чувствует, что бой пока уходит не в его сторону. Попытка встретить Олжаса. Левым кроссом пытался встретить своего оппонента Искараев. Да, хороший такой свинг в исполнении Каныбека. Работает первым номером, давит. Меньше минуты практически остается до окончания второго раунда. Да, пока что... Ух, хороший такой удар по корпусу. Корпусу переводит в голову, потрясен, по всей видимости, Олжас Искараев. Да, 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 как будто потрясен. Но нет, отвечает, огрызается двоечкой. Олжас. Работать нужно, говорят Олжасу. С угла кричат, не будь таким добрым. Доброта до хорошего не доводит. Особенно если дело касается поединка. Да, особенно когда тебя бьют. Каныбек О, отвечает хайкиком сейчас. только хотел Искараев. похвалить Каныбека, и он пропускает хайкик. 25 секунд остается до окончания второго раунда. Будет ли еще какая-то кульминация? Вот Олжасу нужно работать, бить ногами. Ух, прямой, Правым правый. прямым таким. Тычковым правым прямым. Да, такая как будто точечка поставлена была. Еще один такой же удар. Вот, еще одно.
И такой очень спорный раунд, Арман. Кейбір сәттерде жігіттер бір жаттығу үстінде бір спаррингте жүрген сияқты болып көрінеді, а? Иә, бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл жерде Дәл тиген соңғы қазір. өте қатты еді. Бірақ Олжас бұндай соққыларды сезбейтін сияқты. Өзі де тура сондай соққымен жауап берді. Тағы да бірнеше соққы. Қорғанысқа тиген удар. Вот. Жауап қайтарылды. Встречный удар. Өткізді соққын. Жеп қойып тейкдаун жасап кетті болатын шығар жаңағы соққыны. Желкеден соғып жүрмесе болды бұл жерде. Жәнібекұлы карт жабылды, яғни қазір Исқараев қарсыласын барынша октагонның ортасында ұстап қалуға тырысу керек. Гард айналып өтуге тырысады екен, әлде осы жерде жатып кетті. Қаныбек тастау ондайды. Олжасқа осы жұмысты жалғастыра беру керек. Үстінен контроль ұстап, ұрып қолдарын байлау керек. Қаныбектің барлығын дұрыс жасап отыр. Күресте басымдық бар. Олжас Исқараевтың қолында. Дәл осы басымдықты барынша қолданып жүзеге асыру керек. Қазір гард айналып өтуге де жақын қалды. боковой контрольға жұмыс істеп көру керек. Хавгардқа Позиция алып тіпті Хавгардқа да кіріп алуға болады, иә. Отырып соққы жаудыруға мүмкіншілік болады. Өте жақсы. Ең басты тұрғызып алмау керек. Қаныбек те астында жатып, тыныш жатпай жатыр. Өзіне кішігірім ударлармен болсын, ұпайлар жинап жатқан сияқты. Міне тіпті бірден екі соққы жасап отырген уақытты бекер кетірмеу үшін, әр секундты үнемдеу үшін. Бұндай соққының әрине әсері аз, бірақ өте көп кедергі келтіретінін білеміз. Қара құсқа кішкене ударлар тиіп кетіп жатыр арасында. Иә. Олжасқа. Шынтақтан да салып жерді қазір желкеге. Сақ болу керек. Бұндай соққылар денсаулыққа зиян. Әйтеуір дегеніне жетті қазір Жәнібекұлы. Біртіндеп қорғада жақындап алды. Тұрғызуға болмайды. Исқараев бірден ара шыққызып отыр. Клинч. Қазір. Нормально. Клинчтен шыға бере соққы жасамақшы болды. 2 минуттай уақыт бар әлі. Қаныбек енді. Қарымта тейкдаун жасамақшы. Слэм! Мұндайды күткен жоқ, бірақ жерде ұстап қала алмады. Қаныбек өзінің жеңіске деген ұмтылысын көрсетіп жатыр. Олжасқа бұл 3-ші раундта қалған 2 минутты өз пайдасынан шешу керек. Ұпайға жұмыс істеу керек көбірек. Иә, қазір екі спортшы да тең келе жатыр деуге болатын шығар. Қазір бір ғана қателік жекпе-жек талдарын анықтап жіберуі мүмкін. Қаныбек қазір қорғанысқа тисе де жеткізіп жатыр соққыларын. Исқараев біраз шаршаңқылап қалған сияқты. Исқараевқа кішкене жестокий болу керек. Қатал болу керек дейсің. Міне тағы да 2 ауыр соққы. Қаныбек бойтып алдап атқан сияқты оны қолын беріп. Кішкене босаңсытып, жібітіп, жаңағы құшақтап, қолын беріп, сондай бір тактикалық қулыққа. Міне тағы да не керегі бар оны? Осыдан кейін ауыр бірнеше соққы. Ол психологиялық сондай ойын ғой. Исқараев бұны әлі 3 раунд бойы әлі түсінбеген сияқты. Олжасқа кішкене аяқпен жұмыс істеу керек. Аяғы жақсы өтіп атқан басқа. 1 минуттай уақыт бар әлі раундтың аяқталуына. Енді концовканы күреспен болсын алып кетсе. Жеңісіне сенімді болу үшін бір тейкдаун керек сияқты, иә. Олжас Исқараев қазір жасап кетті сол тейкдаунды бір раундтың соңына дейін жерде ұстап қалса, онда жеңісті жұлып алады деген сөз. Ал әзірше түсініксіз. 30 секундтай уақыт бар. Соңғы 30 секундта кім өзінкін істеп кетеді, сол ұтатын шығар. Өте тең жекпе-жек болып отыр. Көп кеңістік беріп қойған сияқты қарсыласына Исқараев. Бұндай да соққылар болады екен. Қаныбек шоу жасап отқан сияқты. Өзінің ерекше техникасын көрсетіп отыр бізге.
Өте жақсы, қарқынды. Қабыл. Ladies and gentlemen, after 3-round contest, we go to the judges' scorecard for decision. Judge 1, 29-28. Judge 2, 28-29. Judge 3, 29-28. Win by split decision is a blue corner, Kalabek Shaman Bekol.